Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дәруменге өте бай тарыдан майсөк жасайтын боламыз. Майсөк қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі. Оны ораза кезінде істеп жесе де өте пайдалы, адамға күш береді. Ол үшін ең алдымен майсөгімізді дайындау үшін біз тарымызды 2-3 қайтара әбден жуып аламыз. Бойындағы кірі кетеді. Жуып тазалап болғаннан кейін ыдысымызға тарының үстінен қайнап тұрған суды құямыз. Сөйтіп оны 20 минутқа бетін жауып қоямыз. Тары жібу керек. Бұл тағамды дәл осы рецептпен дайындайтын болсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Оны кейбір рецепттерде көрсетілгенде ешқандай сүт қосып қайнатудың немесе бұқтырудың керегі жоқ. Және дайын болған майсөкті ешқашан тоңазытқышқа салмаңыз. Ол қатты болып сүйкімсіз болып қалады. Майсөкті өте аз мөлшерде жасаймын, өйткені сол жасаған кезде ғана жеу керек. Одан кейінгі тұрған майсөк дәмсіздеу болып, қатқылдау болып қалады. Біз 20 минут ыстық суға тарымызды салып жібітіп алдық. Одан кейін оны сорғытып алып, таза шүберектің үстіне жаямыз. 10 минуттай оны сәл кептіріп алу керек. Одан кейін дайын болған тарыны біз ыдысқа саламыз. Өздеріңіз көргендей мен бір шай кесемен тарыны алдым. Ол жібігенде көбейеді. Және сол мөлшерге 2 ас қасық шекер, жарты шай қасық тұз қосамыз. Және 100-150 граммдай бөлме температурасында тұрған сары майды қосамыз. Енді осыны жақсылап араластырып алып, дайын болған майсөгіміз әдемі көріну үшін бірінші кесеге нығыздап салып аламыз да, оны тарелкеге аударып қоямыз. Сіздер де осы тәсілмен дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады, кеңес беремін. Егер бұрын майсөк дайындамаған болсаңыздар, осы тәсілмен дайындап көріңіздер және пікірлеріңізбен төмендегі комментарийде бөлісе кетіңіздер. Майсөк үлкен кісілерге де, балаға да өте пайдалы. Өйткені тары дәруменге өте бай. Міне майсөгіміз де дайын болды. Ас болсын.